Негізі бұл косметика маған көп нәрсеге көмектесті, сондықтан алдым. Бағасы да қолжетімді, қатты қымбат емес. Енді қыздар әркім жағдайына қарап алады ғой косметиканы. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Тотраз осы косметиканы мен ютубқа салған болатынмын. Бұны қалай қолдану керек, өзім қалай қолданып жүрмін, және де айтыпсыздар, атын атамайсы мынау демей депті. Қазір оған тоқталатын боламыз. Мен сіздерге бірінші айта кетейін, осыны мен 2-3 рет қолданған болатынмын. Енді қазіргі таңда каком-то образом қолданбай кетті. Потом қазіргі таңда менің аяғым ауыр. Енді бұны және бетіме қарадақ шығып кетті. Мен қайтадан бұны повторно алып отырмын. Енді бағасы да қолжетімді, өздеріңіз білесіздер, өте арзан десем де болады. Және де қыздар айтыпсыздар ғой сіздер, мен бетіме безеу қаптатып жіберді деп. Өйткені бұл майлы, өте майлы крем. Тіпті мен қолданам деп айтып жатсаңыздар, мен сіздерге айтқан болатынмын, және пенкасы мен тонерін алып қолдансаңыздар болады деп. Потом кремін жұқалап жақсаңыздар болады деп. Және де айтыпсыздар, мынаның каждыйын мынау демей, каждыйын атамайсыз ба депші. Мен ойлаймын, каждый өзі қыздар білет деп ойлаймын, косметиканың қайсы қандай екенінші. Мен енді қазіргі заман дамыған заман ғой. Соның өзіне де айта кетейін, мынау несі, пенкасы, мынау вокруг глаз, мынау тонері, мынау сывороткасы, мынау жәнегі для лица крем, мынау лосьоны. Ешқандай мына жерде жазылып тұр деп ойлаймын өзім. Мына жерде міне крем деп, тонер деп тұр ғой міне. Және де айтыптым ғой, өте майлы деп қыздар. Сондықтан беттеріңізге абайлаңыздар. Және де біреу аллергия қаптатып жіберді деп сразу алып беттеріңізге былт жеткізіп көптен жақпаңыздар бұны бетке. Енді әркім теласы біреуінікі чувствительный болады, сондықтан абайлап ақырын жағып көріңіздер. Потом айта кетейін дегенім, мен өзімнің бетім өте проблемный бет. Біресе құрғақ болады, біресе майлы болады, түсініксіз. Сондықтан мен өзіме осы ыңғайлы болғандықтан осыны алдым. Кейде майлы болып кетеді бетіміз. Бірақ та маған осы көмектескен болатын, қарадаққа бетімді ағартып, кәдімгідей жұмсартқан болатын. Мен одан кейін осыны міне алам деп сол қалды. Енді осыны қайтан повторно алып отырмын. Енді сіздерге мен қазіргі таңда осыны алдым деп атып тастадым. Енді мен сіздерге бетіме жәнегі до-после салатын боламын. Қалай көмектесті ме? Негізі мен бетімді ағартқан болатын. Енді қара дақты кетіре ме, кетірмей ме, соны көретін боламыз.